Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 81-ші сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Нәтиже сабақ мен не үйрендім? Бірінші жаттығу. Кестедегі суреттер мен сөздер арқылы мәтіннің тақырыбы мен мазмұнын болжап көр. Ойынды дәлелде. Бүгін күн ұясына қызарып батса, ертең күн ашық болады. Бірінші жаттығу. Мәтіннің тақырыбын күннің батуы деп алсақ болады. Күн қызарып батса, күн ашық болатындығын білдіреді. Екінші жаттығу. Мәтінді оқы. Кешкілік Әли мен Сәрсен қозыларына шөп әкеле жатты. Ертең күн ашық болады деді Әли. Оны қайдан білдің деп таңданды Сәрсен. Күн ұясына қызарып батты ғой. Күн ұясына қызарып батса, ертеңіне күн ашық әрі жылы болады деп үйреткен атам. Мәтінге ат қой. Мәтіннен атау септігіндегі сөздерді тауып, септеп жаз. Мәтінге күн ұяға батқанда деген атау беруге болады. Әли, Сәрсен, шөп, күн, атам сөздері атау септігінде тұр. Ал енді берілген сөздерді септеп көрейік. Атау септігінде Әли, Сәрсен, шөп, күн, атам. Ілік. Әлидің, Сәрсеннің, шөптің, күннің, атамның. Барыс септігінде Әлиге, Сәрсенге, шөпке, күнге, атама. Табыс септігінде Әлиді, Сәрсенді, шөпті, күнді, атамды. Жатыс септігінде Әлиде, Сәрсенде, шөпте, күнде, атамда. Шығыс септігінде Әлиден, Сәрсеннен, шөптен, күннен, атамнан. Көмектес септігінде Әлимен, Сәрсенмен, шөппен, күнмен, атаммен. Үшінші жаттығу. Суретке қара. Ақпаратты қолданып, қандай ауа райында сабақ болмайтынын хабарла. Қандай ауа райында сабақ болмайды? Ауаның температурасы 25-29 және одан төмен болғанда, желдің жылдамдығы 2-4 метр Цельсий болғанда, 0-4 сыныпта аралығында сабақ болмайды дейді. Жаттығуға назар аударсақ, ауаның температурасы 25-29 және одан төмен болғанда сабақ болмайды. Хабарлап айту барысында мыналарды ескер. Қаратпа сөзді қолдан. Мәнерлі айтуға жаттық. Парталасыңа ақпаратты айт. Дайындаған хабарламанды қатесі жаз. Септік жалғауында тұрған сөздерді анықтап, астын сыз дейді. Ал ендеше хабарлама жазайық. Арман ертең 0-ші және 4-ші сыныптар аралығындағы оқушыларына ауа райының 25-29 градусқа төмен түсуіне байланысты сабақ болмайды. Арман атау септік. Ауа райының ілік септік. Градус барыс септігі. Сабақ атау септігінде тұр. 4-ші жаттығу. Көп нүктені орнына Марат сөзін тиісті септікте қойып оқы. Атау септігінде барлығына үлгі болар қарақтар, байсалды да ақылды да Марат бар. Ілік септігі. Жеке басым ең алдымен Мараттың жас үлкенді сыйлағанын жараттым. Барыс септігі. Сенбейсің бе күнделікті парақта талай бестік қойылыпты Маратқа. Табыс септігі. Батыл емес дей алмайсың Маратты, сол үйретті ауылдағы баратты. Жатыс септігінде алғыссыз күн болған емес Маратта, жетеді онда ынта, жігер, талапта. Шығыс септігі. Қай өнерде табылады Маратта, ән салғанда жұрт аузына қаратқан. Көмектес септігінде міне сондай жақсы бала Маратпен дос бола алмай жүргендер де бар. Әттең. Марат қандай оқушы деген сұраққа жауапты өлең тармақтарынан іздеп көр. Марат байсалды, ақылды, жас үлкенді сыйлайтын, бестік баға алады, батыл, ынталы, жігерлі, талапты, әнді жақсы айтады, дос бола білетін бала екенін өлең жолдарынан оқып білдік. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды бірінші болып көру үшін арнамызға міндетті түрде жазылып ал.